Қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге өзімнің көптен бері дайындап жүрген тағамымды ұсынып отырмын. Бұның аты жоқ, бірақ өте дәмді тағам. Салатпен бірге берсе, балдарға да ұнайды. Жұмсақ, жақсы тағам. Достар, егер де бұл менің рецептім ұнап жатса, каналыма тіркеліп, коммент жазып, тағамның атын қоя кетіңіздер. Бізге керек заттар: пияз, 3 пияз, 2 помидор, 1 баклажан, 1 болгар болушы керек. Баклажандарды турап алдым. Енді болгарский етті солай үрлеп турай берем. Помидорды тураймыз чуқалап. Помидор бетіне салғанға керек. Пиязымызды майдалап турап, барлығын турап дайындап аламыз. Бізге сыр керек, сырды да күштен өткізіп алам. Сырдың біразын жарылған 2 жұмыртқаға салып араластырып қоям. Қыздырған майға баклажанымызды салып, бірінші баклажанды қуырамыз. Енді пиязымызды саламыз. Пиязымызды қуыратып боламыз. Пияз қуыратқан кезде томатный соус салам, 2 қасық. Одан болгар борщымызды салып, араластырып, баяу отта қуырамыз. Дәміне қарай тұз, бұрыш салам. Қуырылып болған соң картопты ашып, өстіп суға салып қайнатып алам. Өйткені маған қайнаған картоп керек қазір тағам дайындағанда. Картопым қайнап жатыр. Піскен картопымызды өстіп орналастырамыз. Картоп алдын ала қайнатылып пісіріліп алынған. Енді жаңағы қоспамызды құямыз. 2 жұмыртқаға салып алған сырды құйдым. Енді бетіне помидорларды қойып, бетін бәріне осылай помидорды қойып шығамыз. Оның үстіне сырымызды себеміз. Сөйтіп баяу отқа 5 минутқа қойып қоямыз. Бетін 5 минутқа жауып қоям, баяу отта. Енді салат дайындай берем. Мен 2 түрлі салат жасайым. Бірінші салатым огурцы мен помидорды турап алам, үлкен кубиктеп. Бірінші помидорды турайым. Турап ыдысымызға салып, огурцы турап, оны да ыдысыма салып дайындап қоямыз. Екінші капуста. Капустаны үстіне бөліктерге бөліп, майдап турап, ыдысымызға бәрін салып, шамал тұз сеуіп, қолыңызды мыжып, осындай болады. Мыжғаннан кейін енді оған мен дайын приправа, шимшиді, заправка, шимшиді байланам. Сосын огурцы мен кішкене болгарский қосып тура жіберем. Бәрін сол капустаның үстіне салам. Салатымыз дайын. Тағамыз пісті. Енді саламыз, ортасынан пышақпен өстіп кесіп. Есі деген керемет.
Бейте салған сыра әдемі балқып ерген. Тәрелкемізге салып, салатымызбен бірге бере берсек болады. Салаттарды тәрелкеге салып қойдым. Бірінші салатым, ыстық тағамымыз, екінші салат. Картопы міне. Осындай керемет тағам дайын болды.